Қайырлы күн, менің аты жөнім Ақылбек Максутов. Мен ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтында дата сайентист рөлінде қызмет атқарамын. Бүгінгі бейнеде мен сіздерге үлкен тілдік модельдерді қалай тексеру керектігін және біздің институт жасап жатқан лидерборд жобасын ұсынамын. Алдымен үлкен тілдік модельдерді қалай бағалайтынымыздан бастайық. Үлкен тілдік модельдерді бағалаудың ең оңай жолы бұл олармен интерфейс арқылы сөйлесу. Мысал алатын болсақ, біздер ChatGPT-ға өзіміздің сұрағымызды промпт арқылы жазып, оның берген жауабын дұрыс немесе қате екендігін тексере аламыз. Бірақ та егер де біздің мақсатымыз бір модель мен екінші модельді салыстыру болса, онда қазіргі уақыттағы ашық бенчмарктарды пайдаланған дұрыс. Бенчмарк дегеніміз не? Бұл модельдің өнімділігін бағалау үшін қолданылатын тест жинағы. Яғни бенчмарктар әртүрлі модельдерді стандартты тапсырмалар арқылы салыстырудың бір жолын ұсынады. Бұл үлкен тілдік модельдердің мәтінді қаншалықты жақсы түсінетінін және қаншалықты жақсы жауап беретіндігін тексереді. Төменде сіздерге қазіргі уақыттағы кейбір танымал ашық бенчмарктардың мысалдары берілген. Енді нақты бір MMLU бенчмаркының мысалына көшейік. MMLU бұл әртүрлі пәндерге сәйкес сұрақтарды қамтитын тест жинағы. Мұнда физикаға, биологияға, химияға, математикаға және тағы басқа пәндерге сәйкес сұрақтар болуы мүмкін. Барлық пәндер саны бұл 57. Айта кететін жайт, қазіргі уақытта барлық бенчмарктар ағылшын тілінде жасалған. Олардың әзірге қазақша нұсқасы жоқ. Төменде сіздерге биология секциясына сұрақ берілген. Бұл сұрақ ағылшын тілінен қазақ тіліне Google Translate арқылы аударылған. Ал сұрақтың өзі мынандай: келесі көрсетілген нұсқалардың қайсысы барлық тірі организмдердің сипаттамасы болып табылады? Және бізге 4 нұсқа берілген. А. Фотосинтездеу қабілеті, Б. Жасуша қабырғасының болуы, С. Өсу және көбею қабілеті, Д. хлоропластардың болуы. Яғни біздер модельге, мысалға ChatGPT-ға осы сұрақ пен осы нұсқаны береміз. Және де одан осы сұраққа сәйкес келетін дұрыс нұсқаны таңдауын сұраймыз. Егер де ол С деп жауап берсе, яғни ол дұрыс жауап берді. Егер де басқа жауап болатын болса, онда оны қате деп санаймыз. Мен атап өткендей, қазіргі уақытта бенчмарктардың қазақша нұсқасы жоқ. Сол себепті қазіргі таңда біздің институт ғылым және жоғарғы білім министрлігі мен денсаулық министрлігінің әріптестерінің көмегімен төменде берген 6 бенчмарктарды ағылшын тілінен қазақ тіліне аударуда. Ал бұл бенчмарктар қандай? Біріншісі бұл ARC. Бұл модельдің ғылыми ой толғауын көп нұсқалы сұрақтар арқылы тексеретін бенчмарк. Екіншісі GSM-8K. Бұл модельдің мектеп деңгейіндегі математикалық сұрақтарға жауап беру қабілетін тексереді. Haraswag. Модельдің сөйлемнің немесе әңгіменің ең ақылға қонымды жалғасын таңдай алу қабілетін тексеретін бенчмарк. MMLU. Модельді 57 пәнді қамтитын сұрақтар арқылы жалпы білімін қадағалайды. Truthful QA. Модельдің шынайы жауаптар құру қабілетін тексереді. Vinogrande. Модельдің көп бағыналы сөйлем құрылымдарын толықтыру қабілетін анықтайды. Алдарыңызда аталып өтілген 6 бенчмарктардағы сұрақтар саны берілген. Яғни жалпы бізде 31 мыңнан астам сұрақ бар. Демек, егер де модель бенчмарктардың қазақша нұсқасына тексерілетін болса, онда ол 31 мыңнан астам сұрақ арқылы тексеріледі. Ал бізге бенчмарктар не үшін қажет? Бенчмарктар біздер көшбасшылар кестесін жасау үшін пайдаланамыз. Көшбасшылар кестесі лидерборд. Бұл үлкен тілдік модельдердің өнімділігіне негізделген рейтингтік тізім. Яғни бұл зерттеушілерге үлкен тілдік модельдерді белгілі бір тапсырмаларды қаншалықты жақсы орындайтынын салыстыруға мүмкіндік береді. Үздіксіз жаңартулар модельдердің уақыт өте келе тексерістен өтіп жетілдіруін қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта Hugging Face сайтында бірнеше ашық лидербордтар бар. Оның біріншісі OpenLM лидерборд. Яғни бұл жерге сіз өз моделіңізді бере отырып, сіз оның көрсетілген бенчмарктарда қалай жұмыс жасайтынын көре аласыз. Сонымен қоса, қазіргі уақытта біздің институт SILM лидербордын жасауда. Яғни бұл лидерборд арқылы сіз өзіңіздің моделіңіздің төменде берілген 6 бенчмаркта және олардың қазақша нұсқаларында қалай жұмыс жасайтынын көре аласыз. Енді болашақ жоспарларға көшейік. Біріншісі, бенчмарк жауаптарын пайдаланып, модель өнімділігін жақсарту. Екіншісі, модельдерді басқа да салаларда сынау үшін жетілдірілген бенчмарктарда, мысалға Mass Level 5, GPQA арқылы тексеру. Және де қазақ тіліне, мәдениетіне және контекстіне сәйкес келетін қазақша бенчмарктарды жасау. Назарларыңызға рахмет. Келесі көріскенше.